Құрметті достар, сіздер білесіздер, Қытайдан келген 40 студентке қаламыздың әдемі жерлерін көрсетіп, университеттермен таныстырып жүргенімізге бүгін 5-ші күн. Бүгін 5-ші соңғы күн болғандай мына өзіміздің орталықта орналасқан Панфилов паркіне алып келгенбіз. Енді қытайлар шетелден келген әрбір жазылған жазуға мән беріп, бұл жерде не жазылған деп сұрайды. Сосын енді мына монументті көріп, бұл не, мына жерде не жазылып тұр дейді. Енді мына не деп аударып беремін мен, айтыңыздаршы. Ең болмаса мына жерге қазақтың мақалы бар ғой. Отан, үшін отқа, күймейсің деген. Сол сөз жазып қойға болады емес пе? Не деген бізде құлдық саны.